Сәлеметсіңдер балалар, сабаққа қош келдіңдер. Алайсыр 6 сыныптың 5 модульдің 62 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақтың тақырыбы writing, яғни жазылым тапсырмалары. Сабақты бастамастан бұрын менің каналыма тіркелеміз, подписаться басамыз және де тіркелуді ұмытпаймыз. Сабақты соңына дейін тыңдаймыз, тек содан кейін ғана тапсырма орындаймыз. Writing a story. Мұнда бізде әңгіме жазу, немесе әңгіме айту, жалпы әңгіме туралы, оны жазу туралы тақырып қозғалады екен. A will accident. A we accident. A we ойынындағы оқиға. Яғни мына баланың оқиғасын айтады екен біз. Last Saturday morning, I was in the living room with my brother Sam. We were playing a dancing game on the Wii and we were having lots of fun. Our dog Bessie was in the room with us. Өткен сенбі күні таңертең мен қонақ бөлмеде інім Сэммен бірге болдым. Біз Wii-де би ойынын ойнап, қатты көңіл көтеріп жатқан едік. Біздің итіміз Bessie де бөлмеде бізбен бірге болды. While Sam was dancing, Bessie suddenly jumped up and jumped on Sam. Sam fell over and hit the TV. The TV fell off the table and fell on the floor. It was broken. Sam билеп жатқанда, Bessie кенеттен секірді, Сэмге секірді. Sam құлап қалды, теледидарға соғылды. Теледидар үстелден құлап, еденге түсті. Сөйтіп, ол сынып қалды. I started laughing because it was so funny. While I was laughing and while Sam was lying on the floor, our dad came into the room. At first, he was angry about the TV, but then he thought it was funny and started laughing too. Бұл өте күлкілі болғандықтан мен күле бастадым. Мен күліп тұрған кезде және Сэм емденуде жатқанда әкем бөлмеге кірді. Алдымен ол теледидарға ашуланды, бірақ кейін оны күлкілі деп ойлап, өзі де күле бастады. Exercise 1. Read the story and make notes to answer the questions. Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап бер. When did the story happen? Әңгіме қашан болды? Last Saturday morning. Өткен сенбі күні таңертең. Who was with the writer? Жазушымен бірге кім болды? His brother Sam. Оның інісі Sam. Where were they? Олар қайда болды? In the living room. Қонақ бөлмеде. What were they doing? Олар не істеп жатты? They were playing a dancing game on the Wii. Wii-де би ойынын ойнап жатты. Which animal was also in the room? Бөлмеде тағы қандай жануар болды? Their dog Bessie. Олардың иті Bessie. What happened while Sam was dancing? Sam билеп жатқанда не болды? The dog jumped on Sam. Ит Сэмге секірді. What happened next? Одан кейін не болды? Sam fell over and he hit the TV. Sam құлап қалды, теледидарға соғылды. What happened after that? Одан кейін не болды? The TV fell off the table and broke. Теледидар құлап, сынды. What did the writer do when this happened? Бұл болғанда жазушы не істеді? He started laughing. Күле бастады. Why? Неге? Because it was funny. Өйткені күлкілі болды. What happened next? Келесі не болды? Their dad came into the room. Әкелері бөлмеге кірді. How did their dad feel at first? Әкесі алғашында өзін қалай сезінді? He was angry. Ол ашуланды. How did he feel in the end? Соңында не болды? He laughed. Ол да күле бастады, немесе ол да күлді. Exercise 2. You are going to write a story. Use your imagination to complete the information. Мұнда мен бірінші тапсырманы жауаптан жазып қалдырдым. Осы жерден көшіріп аласыңдар, Келесі exercise 2. Екінші тапсырма. Өз қиялыңмен әңгіме үшін мәліметтерді толтыр деген екен. Situation. You are doing something with someone when something gets broken. Сен біреумен бірдеңе істеп жатқанда бір зат сынып қалады, дейді. When did this happen? Қашан болды? Өткен жексенбі күні түстен кейін. Last Sunday afternoon. Where were you? Сен қайда болдың? At home. Үйде. Who were with? Сенімен кім болды? I was with my friend. Мен досыммен болдым. What were you doing? Сен не істеп жаттың? We were playing a game. Сендер не істеп жаттыңдар, дейді. Ойын ойнап жаттық. What happened? Не болды? I fell over. Мен құлап қалдым. What was broken? Не сынды? The phone was broken. Телефон сынды. How did you and the other person feel? We were scared. Біз қорықтық. What did you do? Сен не істедің?
We told my parents. Ата-анамызға айттық. What happened at the end of the story? Әңгіменің барысында не болды? Соңында не болды? Everything was okay. Бәрі жақсы аяқталды. Exercise 3. Complete the planner on page 126. 126 беттегі планерді аяқта деп тұр мұнда. Exercise 4. Write your story. Use the ideas in your planner and draw a picture to go next to your story. Мұнда бізге бір әңгіме жазып тастайық. Мұнда екінші тапсырманың жауаптары. Келесі exercise 3. 4. Мұнда төртінші тапсырманың жауаптары. Last Sunday afternoon, I was at home with my friend. We were playing a game when I fell over and broke my phone. We were scared and sad. We told my parents about it. In the end, everything was okay. Өткен жексенбі күні түстен кейін мен досыммен үйде болдым. Біз ойын ойнап жатқанда мен құлап қалдым. Телефонымды сындырып алдым. Біз қорқып кеттік және көңілсіз болдық. Бұл туралы ата-анамызға айттық. Соңында бәрі жақсы болды. Осымен 62-ші беттегі тапсырмамыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Менің каналыма тіркеліп, подписация етіп, 10 мың оқырманға жетуіме көмектесіп, қолдап кетіңдер. Сыныптастарымен, достарымен бөлісіңдер.